Баршаңызға сәлем. Бүгін біз шоколадты торт дайындайтын боламыз. Құрамы өте қарапайым заттардан жасалады. Ешқандай сливкесіз және де бір қандай да бір қиын қоспаларсыз жасалатын болады. Жасалу жолы өте оңай және де кеттік ендеше жасаймыз, достар. Мінекей біз ол үшін 2 жұмыртқа және де 150 грамм сахарымызды ыдысымызға саламыз. 1 чайная ложка ванилин саламыз. 1 столовая ложка яблочный уксус. Бұл жерде кәдімгі уксус қолдансаңыздар болады, егерде яблочный уксус болмаған жағдайда. Және де 60 грамм растительное масло, яғни сұйық май құйып, 125 грамм молоко, яғни сүт құйып, әбден жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін міне 150 грамм ұнымызды салып, оның үстіне 40 грамм какао және де 1 чайная ложка сода және 1 чайная ложка разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Осындай сұйық масса пайда болды. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, средний массада болады. Және де бұны формочкамызға құятын боламыз. Формочкамыз осындай, мінекей құйып алдық. Біздің коржығымыз 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Мінекей біздің коржығымыз пісті. Енді суығанша крем дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен 250 грамм сүтке 100 грамм сахар және де 60 грамм какао, 1/4 бөлікте чайная ложкада тұз және де 20 грамм кукурузный крахмалды салып алып, араластырамыз да кейін отқа қойып, астын жай қойып, жай неде араластырамыз қою болғанша. Мінекей осындай қою болу керек. Енді біздің креміміз дайын. Суыту үшін астын өшіріп қойып қоямыз. Суығаннан кейін тортымызды жинайтын боламыз. Мінекей біздің тортымыз, коржықтарымыз осылай бөліп, 2 бөлікке бөліп алдым. Менде 2 бөлік болып шықты. Негізі 3 бөлік болып шықса өте әдемі болады. Бірақ 2 бөлікпен де қазір менің тортым әдемі болып шығады. Тортымызды жинап алайық. Сосын кесіп көрсететін боламын, достар. Мінекей жағып алдым, үстіне коржықты қойдым, үстіне қайтадан жақтым. Креммен барлық жағын бәр жеріне жағып шықтым. Және де үстіне әсемдік үшін менде үйде греческий жаңғақ бар екен, соны сеуіп жатырмын. Өзіме де греческий жаңғақ ұнайды. Әркімнің вкусына қарай, несіне, дәміне қарай осындай қылып жасаса болады. Үстіне фруктылар әртүрлі сондай әсемдесеңіздер болады. Менің каналыма жазып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, достар. Мінекей кесілген түрі де осындай өте дәмді болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Шай ішкенге өте таптырмайтын рецепт. Пайдаларыңызға жаратыңыздар.